Сәлем достар, сіздермен болған Жұлдызай Тока World анасы. Достар, бұл бізде кеде отбасының 3-ші бөлімі. Бұл бізде соңғы сериясы. Сіздерге осы сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті әскертіңіздер. Мен сіздерді қаттырақ жақсы көремін. Сіздерге қызықты қылып видеолар салатын боламын. Ал сіздер менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Алыншы бастаймыз. Кеттік. Анашым, өтінемін, еш жаққа кетпеңізші. Мен сіз өмір сүре алмаймын. Сіз кетіп қалсаңыз, мен қалай өмір сүремін? Анашым, өтінемін. Жоқ қызым, мен кетуім керек. Түсінші енді әкең сені асырайды. Ол да сені асырай алады ғой. Саған көп тәтті алып береді, айтқаныңды тыңдайды. Сен оған еркелей бер дегендей. Жоқ, анашым, әкем де және де сіз де маған керексіздер. Өтінем, кетпеңізші. Мен сізден кешірім сұрайын. Керек болса, алдыңызға жалынайыншы. Өтінемін, анашым. Ладно, ойланып көрейінші енді. Сен үшін жарай ма? Мен де сені қаттырақ жақсы көремін. Енді мен саған қаншама рет ұрыссам да, мен сені жаман болсын деп ұрыспаймын, жақсы болсын деп ұрысамын. Өйткені сен ақылды болғаныңды қалаймын. Анашым, оны түсінем ғой. Мені де кешіріңізші, енді ақылды қыз боламын. Жарайды, ойланып көремін. Кешірші, Сәуле, мен сенің алдында жалынайыншы. Менікі қате болды, сен кетпеші. Біз екеуміз, яғни қызымызға керекпіз ғой. Сен кетіп қалсаң, мен оны қалай асыраймын? Мен оған тамақ істей алмаймын. Енді киімін істеп бере алмаймын, кір жуып. Енді сен кетсең қалай болады? Біз де сені сағынамыз ғой. Өтінем, кетпеші. Мен айтқан сөздеріме қатты өкінемін. Сен кетсем, біз қатты жылаймыз, өтінемін. Не болды? Жаңелде сен кете бер деп жатыр едің ғой, или сөзінен айнып қалдым ба? Мен уже кетемін деп айтып қойдым, яғни әке-шешеме. Жоқ, қалайша? Енді мен олардың беттеріне қалай қараймын? Енді айтатын сөзім жоқ. Өтінемін. Қалшы, жалынайыншы. Қызың да осылай жалынып еді. Енді қалай қарайды екен? Так, ойланып көремін. Кеттім. Той, тағы да не істеп қойдым? Істеген ісіме қатты өкінемін. Ой, қала салайыншы, мен де ол екеуін жақсы көрем. Ол менің ең қымбат адамдарым. Енді біз бірге отбасы емеспіз бе? Мен де кеткім келіп тұрған жоқ енді. Қызымды да жақсы көрем, күйеуімді де жақсы көрем. Ол да біз үшін енді ақша тауып келіп жатыр. Қызын еркелетсе еркелете берсін, тәттісін әкеп бересін. Өйткені ол біреудің қызы емес қой, өзінің қызы ғой. Мен қателестім ғой. Болды, мен қаламын, жандарым, сол. Кеттім, осы жаңалығымды айтайын. Мен сендерге жақсы жаңалығым бар. Енді сендердің көңіл күйлерің көтеріледі деген ойдамын. Ендеше айтайын. Я, тезірек айтыңызшы. Мен шыдамсыз болып бара жатырмын, өтінемін. Я, тез айтшы. Енді қалай айтсам болады екен? Мен сендерді кешіремін. Енді күйеуім сенікі дұрыс, қызыңа андай тәттілерін алып беріп, еркелетіп жүре бер. Менікі қате болыпты. Өзімнің қатемді де түсіндім. Я, менікі де өзімнің қатемді түсіндім. Енді олай жасамаймын. Я, шынымен менің де қатем қатты жаман болды. Өзімнің қатемді түсіндім. Мен өзінше болып кеткен сияқтымын. Енді осыған да шүкір деуім керек қой, жұмыртқаға да. Енді сіздер мені асырап жатсыздар. Андай біз бомж емеспіз, далада тұрмаймыз, Құдайға шүкір. Үйіміз бар, тамағымыз бар, осыған да шүкір деймін. Енді олай қайталанбайды. Ура, енді бірге тату-тату өмір сүреміз. Келіңдер, шай құйып берейін. Мінеки, міне,
Міне тәтті бәліштен алып отырыңдар. Әкең алып келді. Менің жақсы көретінім бургер ғой. Міне жейсіздер ме? Сіздер жей беріңіздер бургерді. Жоқ, қызым, жемеймін, өзің жей бер. Я, біз жемейміз, өзің жей бер. Сен оны жақсы көресің ғой, а біз бургерді жақсы көрмейміз. Жарайды, онда сіздер бәліш жеңіздер, ал мен өзімнің бургерімді жеймін. Енді сіздер бір нәрсе жесеңіздерші. Жарайды, қызым, алтыным сол, ақылынан айналайын. Иә, біздің қыз уже ақылды болып кетіпті ғой. Иә, ой, қойыңдаршы, адамдарды ұялтып жердіңдер ғой. Ладно, тамағымды жейінші. Дәмді екен. Мама, күшті істепсіз. Көп рахмет. Оқасы жоқ. Өзімнің шайымды ішіп алайын, анамның құйған шайынан. Имен болды. Кеттім, сабағымды оқи берем. Біздің қызға уже ақыл кіріп қалыпты. Иә, мына бәлішті сен жей бер. Менің қарным тоқ. Жоқ, сен жей бер, сен ақша тауып жатсың ғой. Мен не үшін жеуім керек? Енді сен ақша тауып жатсың, мен емес қой. Мына бәлішті сен же. Жоқ, сен жей берші. Жарайды, қоймадың ғой. Мына бәліш тәтті екен, я. Прям күшті ғой мына бәліш. Күшті екен. Шай ішейінші. Прям тәтті болып кетті ғой. Енді сен сияқты тәттіні алғамда. Ладно, шайымды ішіп алайын. Енді мен өз қатемді түсіндім. Енді мен өзінше қыз болмаймын. Өзінше қыз болған өте бір түрлі екен. Отбасыңды бұзып жібереді. Енді мен өзім ақылды қыз боламын. Енді бақытты өмір сүреміз. Сосын бай боламыз. Енді мен ақшамды үнемдеймін. Көп киім алмаймын, көп жейтін нәрсе алмаймын. Мен телефон қалап жүрген едім, мұны кейін аламын. Бай болған соң аламын. Мынаны мен сабаққа алып кетемін. Мынау үй тапсырмалар барлығы орындалды. Мынаны салайын. Итам болды. Сәуле, мына ақшаларды қайдан алдың? Уже жұмысқа барып келіп қойдың ба? Қалайша сен қалай 1 минутта барып қойдың? Или енді не десем болады екен, мынаны қайдан таптың? Енді қалай айтсам болады екен, маған ренжіме жүре ма? Мен бұл ақшаны өзім жинап жүрдім. Енді сен жұмысқа кетіп қалғанда, мен үлгеріп тамағымды істеп жұмысқа баратынмын. Сосын осынша ақша таптым. О, күшті ғой, неге маған айтпадың? Мен шошып кеттім ғой, қалай тапты екен деп. Конечно, ренжімеймін, мынау жақсы жаңалық қой. Ендеше осы ақшаны қызымызға телефон алып берейік. Мына жерде 55 мың или 56 мың ақша бар. Осыған енді телефон алып берейік қызымызға. Енді қызымыз телефон ұстасын да. Иә, дұрыс айтасың. Ендеше кеттік. Кеш батқан соң. Ендеше қызымызды оятайық. Аружан, тұра ғой, саған досын сыйымыз бар. Не болды, уже таң атып қойды ма? Жоқ, саған досын сыйымыз бар. Бұл не? Қандай досын сыйым? Маған сыйлықтар қатты ұнайды. Енді қазір өзің ашып көр. Мінеки. Мынау ауыр ғой, бұл не екен? Так, көрейікші. Кәнеки. Не? Телефон? Қалайша телефон? Мен сенбей тұрмын, мынау менің түсім ғой, я? Жоқ, қызым, бұл түс емес, бұл шын. Қалайша, сонда маған телефон алып беріңіздер ме? Ақшаны қайдан алдыңыздар? Өздеріңізге жұмсамайсыздар ма? Жоқ, енді біз сені асырауымыз керек. Дегендей, саған өзінің телефоныңды алып бердік. Енді сенің телефоның бар, арманың орындалды. Жаным сол. Көп рахмет, анашым, папа, сізге көп рахмет айтамын. Сіздерді қатырақ жақсы көремін. Сіздер менің ең қымбат адамымсыздар. Ура, менде енді телефон болады.
Достар, осымен бізде кедей отбасы аяқталды. Сериалы сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті кетіңіздер. Мен сіздерге қызықты қылып сериалдар саламын. Енді мен осы сериал бітті. Енді мен сіздерге жаңа сериал шығарамын. Оның атын айтпаймын. Сондықтан сіздерге құпия болсын, шыққан соң көретін боласыздар. Мен сіздерді қаттырақ жақсы көремін. Ендеше сау болыңыздар. Кездескенше.